Қайырлы күн, сіздермен бірге ләззат. Бүгін кешкі ас дайындайтын боламыз. Бір келі етімізді алып, тура осы тәсілмен пластинка тәрізді етіп жұқартып алатын боламыз. Етімізді кесу барысында пышағымыздың өткір болғаны өте маңызды, қыздар. Осы тәсілмен етімді толықтай жұқартып кесіп алдым. Келесі кезекте осындай пленкамызды төсеп, оқтауымыздың көмегімен етімізді әбден толықтай ұрғылап шығатын боламыз. Ендігі кезекте көкөністерімізді бір келгізіп турап алатын боламыз. Бізде бұл жерде болгар тәтті бұрышы және де қызанақ, укроп, сельдерей және де сарымсақ. Көкөністерімізді турап алғаннан кейін етіміздің үстіне дәмдеушілерімізді салатын боламыз. Және де соя тұздығын, су майымызды құйып, толықтай бір келкі болғанға дейін жағып шығатын боламыз. Келесі кезекте көкөністерімізді толықтай бір келкетіп салып шығатын боламыз. Көкөністеріміз салып алғаннан кейін етімізді фольганың көмегімен тығыздап орап алатын боламыз. Етімізді толықтай орап алғаннан кейін ортасынан бөліп, видеода көрсетілгендей жіппен орап шығатын боламыз. Тартып мықтырап орағанымыз дұрыс. Бұл біздің рулетіміздің көлемін ұстап тұрады және де ішіндегі көкөністеріміздің шашылып кетпеуіне тікелей байланысты. Мінекей біздің рулеттеріміз дайын болды. Енді рулеттерімізді кез келген сковородкада сары майымызды ертіп, толықтай барлық жағын қуырып алатын боламыз. Бұл тамағымызды қыздар кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Соусымен үйлесімділігі өте керемет.
қуырып алғаннан кейін фольганың көмегімен толықтай орап пешімізде 1 сағат 40 минут көлемінде 200 градуста пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде енді пешіміздің тікелей қызуына байланысты, сондықтан да тамағымыздың күйіп кетпеуін әрдайым бақылап отырғанымыз жөн. Келесі кезекте соусымызды дайындайтын боламыз. Барлық көкөністерімізді қосып бір келкі болғанға дейін толық араластыратын боламыз. Көкөністерімізді барлығын толықтай бір келкі етіп араластырып алғаннан кейін сметанамызды мен томатымызды қосып, қайта толықтай бір араластырып шығатын боламыз. Енді қыздар, бұл соусымыздың дәмі өте ерекше. Мінекей біздің кешкі асымыз да дайын болды. Сіздермен болған ләззат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, ас болсын.